Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге осындай өте оңай жасалынатын гүлді жасап көрсетемін. Егер ұнаса, видеоның соңына дейін қараңыздар және менімен бірге болыңыздар. Жасалу жолы өте оңай. Осылай мен сияқты резинка түрінде қолдансаңыздар болады, немесе қыздарыңызға осы гүлден көбейтіп, яғни көп гүл жасап осындай ободок жасап берсеңіздер болады, немесе заколка түрінде де қолдануға болады, яғни өздеріңізге ыңғайлатып осылай жасап берсеңіздер болады. Мен осындай резинка түрін қолдандым. Ол үшін бізге қажетті заттар фоамиран, яғни осындай кез келген түсті қолдансаңыздар болады. Егер фоамиран жоқ болса, фетр матасымен де тоқып алсаңыздар болады. Одан кейін қайшы және де ыстық клей, одан кейін кез келген түсті түрде моншақтар болады. Мен осындай өзіме қажетті розы түсті моншақты қолданамын. Енді ең алдымен фоамиранымызды дайындап аламыз. Менде ұзындығы 25 см, ал ені 3 см етіп кесіп алдым. Осылай дайындап аласыздар. Одан кейін дайын болған фоамиранды 3 бөлікке бөлеміз. Яғни көлемі бірдей етіп 3-ке осылай қайшымен кесіп шығасыздар. Соңына дейін апармаймыз, яғни соңғы жағынан кішкене ғана орын тастап кетеміз. Мінекей осындай кішкене қалу керек. Енді екінші жағын екінші рет кесіп аламыз, яғни оны да дәл осылай соңында кішкене орын қалдырып кетеміз, яғни соңына дейін кеспейміз. Дәл осылай сіздер де кесіп аласыздар. Осылай кесіп алдық. Енді жоғары жағын домалақ ету үшін бізге артық осылай мен сияқты артығын кесіп тастайсыздар. Яғни домалақ жоғары жағын дайындап аламыз. Енді осы жоғарыдан төменге қарай өріп шығамыз, яғни шаш өрімі секілді осы фоамиранды да өріп шығамыз. Аяғына дейін, соңына дейін өріп тастаймыз. Осылай майысып кетуі мүмкін. Түзетіп дұрыстап жіберсеңіздер қалпына келеді. Қатты тығыз етіп өрудің қажет жоқ. Сәл орташа етіп, не бос емес, немесе қатты емес қылып, осылай мен сияқты өріп шығасыздар. Соңына дейін осылай өріп аламыз. Міне, осылай соңына келген кезде клеймен, яғни ыстық клеймен соңғы жақтарын жабыстырып аламыз. Дұрыстап түзетіп аламыз. Енді артығын, кішкене артығы бөлік кесіп аламыз да, екі жерді ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Ыстық клеймен осылай отырғызып жабыстырып аламыз. Одан кейін екінші жағын да дәл солай жабыстырып шығамыз ыстық клеймен.
ыстық клейді жағамыз да екінші жағын солай жабыстырамыз. Енді бізде осы жерде артық жерін кесіп тастау керек. Ол үшін мен сияқты артығын осылайынан кесіп аласыздар. Екі жағынан. Енді екінші жағын кесіп аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Енді бас жағын, яғни басынан бастап өрілген жерін де ыстық клеймен жабыстырып аламыз. Қаттырақ етіп жабыстырып аламыз да енді гүлімізді жасауға кірісеміз. Ол үшін осылай ішке қарай фоамиранды бүктей береміз. Дәл мен сияқты осылай айналдырып бүктеп шығасыздар. Мінекей осындай гүліміз пайда болды. Одан кейін соңын ыстық клеймен қаттырақ етіп шығып кетпес үшін жабыстырып аламыз. Осындай гүліміз дайын болады. Дұрыстап түзетіп жібересіздер. Өте оңай жасалынды. Енді тек қана сәндеуі ғана қалды. Мен алдында көрсеткен розовый моншақтармен сәндеп шығамын. Ол үшін ыстық клейді жабыстырып аламын да, яғни мынандай осындай ашық тұрған бұрыштарына моншақты жабыстырып шығамын. Ары қарай осы бұрышына жабыстырамын. Одан кейін гүлдердің, яғни қиылысы бұрыштарына жабыстырып шығамын. Өз фантазияларыңызға қарай басқа да моншақтарды қолдансаңыздар болады. Яғни мен өзімде бар моншақты қолданып шықтым. Немесе моншақ жоқ болса жабыстырмай-ақ тек қана осы фоамиранның өзімен ғана гүл жасасаңыздар болады. Яғни осылай сәндеп шығасыздар. Әдемілеп. Енді мен резинка ретінде қолданамын. Ол үшін резинка аламыз. Яғни менде осы жерде розовый резинка болмағандықтан осындай кез келген түсті резинканы қолдана беремін. Резинкамызды жабыстыру үшін осылай кішкене фоамиранды кесіп аламыз. Өлшеп аламыз да ыстық клеймен осылай бекітіп жабыстырып шығамыз. Осы жерде артығын кесіп тастаймыз. Енді ыстық клеймен қаттырақ етіп шығып кетпес үшін молырақ, яғни ыстық клейден көп жағып резинкамызды бекітіп аламыз. Бірінші резинкамызды осылай қойып аламыз. Одан кейін бетін осы фоамиранмен жабыстырып аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Ашық жерлеріне тағы да клей құйып жабыстырып шығамыз. Осылайынан резинкамыз дайын болады. Ал достар, мінекей осындай гүліміз, резинкамыз дайын болды. Яғни тек қана резинка емес, бантикке де, заколкаларға да осындай гүлді жабыстырып шықсаңыздар болады. Яғни кез келген түрде қолдана берсеңіздер болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.